Қайырлы күн, құрметті YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздерге Тарих мектебі каналы ғұндар және олардың тарихы туралы үшінші мәліметті ұсынатын боламыз. Қытайдың ханәулетінің негізін қалаушы Любанды жеңгеннен кейін ғұндар Қазақстанға қоныс аударған болатын, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 55 жылы, яғни 1-ші ғасырда. Ғұндар қазақ жерінің солтүстік өңіріне келген соң, қаңлылардың солтүстігін мекен етіп, олармен көршілес болады. Көк пен жерден туған ай мен күннің еркімен тағайындалған ғұндардың ұлы Шанюйі Чжи ғұндарды Қазақстанның осы өңіріне әкеліп, ғұндар мен Қытай арасындағы 300 жылдан астам уақыттағы соғысты тоқтатады. Біздің заманымыздан бұрынғы 46-36 жылдары осы Чжи Шанюй қаңлылардың ханымен құдандалық болып, екеуі бірігіп үйсіндерге қарсы соғыс ашады. Ал үйсіндер бұл уақытта Қытай мен құдандалық қарым-қатынаста болып, қаңлыларға күш түсіріп отырған болатын. Біздің заманымыздан бұрынғы 42 жылы талас бойында Чжи немесе оны Тезек Шанюй деп те айтады, осы қалалардың маңында үлкен қала тұрғызған дейді. Тіпті кейбір деректерде қаңлылармен күш біріктіріп, Ферғана мен үйсіндердің астанасы Чигученді тонап өртеді дегенде дерек бар. Осы Тезек Тәңірқұтының басқа деректерде атауы Шөже деп те аталып келеді. Шөже, Чжи немесе Тезек, осы үшеуі бір Шанюйдің атауы. Біздің заманымыздан бұрынғы осы 55 жылы қоныс аудару кезеңін ұлы халықтардың ұлы қоныс аударуының бірінші толқыны деп аталады. Ал екінші толқыны біздің заманымыздың 1-ші ғасырында, яғни 93 жылы басталады. Қазақстанның оңтүстік батысы мен Арал бойына келіп, Каспий теңізін ығыстырып өтеді. Яғни 2-ші ғасырда Каспий теңізінің жағалауында батыс ғұн ұлысының негізі қаланып, ғұндар Дунай арқылы Европаға кетеді. Батыста ғұндар Европа халықтарының саяси және этникалық өзгерістерге түсірді. Бұл кезеңді 2-ші толқын қоныс аудару кезеңі деп аталады. Ал ғұндардың оңтүстікте бір бөліктері көшіп кетті. Оларды Орта Азияда қалғандар эфталиттер немесе ақ ғұндар деп аталды. 370 жылы Еділден өткен ғұндар ең бірінші аландарды басып алады. 375 жылы остготтар мен вестготтарды жеңеді. 377 жылы Орталық Азиядағы батысқа жылжыған ғұндар Паннояны басып алады. Еділ жайықтан бастап Днестр өзендері арқылы Европадағы ғұн империясына кіріп, 430 жылы Византия империясы ғұндарға салық төлегендігі туралы деректерде беріледі. 435 жылы осы Византия, яғни Шығыс Рим империясында Маркус келісімі жасалады. Маркус келісімі бойынша византиялықтар ғұндарға қарсы әскери сауда орталықтарына қосылмау және ғұндарға алтын мен салық төлеу және кедергісіз тең сауда жасауға қол қояды. Ғұндар әскеріне римдік христиандардың берген аты Тәңірдің қамшысы деп атайды. Өйткені ғұндар Европаны Рим үстемдігінен азат етушілер болып есептеледі. Европа тарихында ғұндарды бір деректерде азат етушілер десе, екінші жерлерде оларды варварлар деп атаған. Яғни басып алушылар, мәдениеті жоққа шығарушылар деп айтылады. Өйткені ғұндардың шабуылы кезінде ұлы Рим империясының барлық архитектуралық ғимараттарының көбі бұзылып, жойылып кеткен болатын. Енді тарих бетіне ең атақты үлкен тұлғалары шығады. Ол Европаны Рим үстемдігінен азат етуге атсалысқан 400-453 жылдар аралығында өмір сүрген ең атақты ғұн Шанюйі Аттила дүниеге келеді. Қазіргі күндегі есімі адамзат тарихындағы ұлы адамдар Александр Македонский мен Юлий Цезардың қатарынан орын алады деп Аттиланы өзінің Аттила тарихы деген еңбегінде француз тарихшысы Тьерри жазып өткен болатын. Ал Пьер Корнель болса, Аттила есімі керемет әйгілі, бірақ жұрттың бәрі оның характерін толық көлемде білмейді.
Ол күштен гөрі өзінің айлакерлігі мен көптеген жеңістерге жеткен. Ол бәрінен де өзінің қарсы жауының күшін бөлшектеуге тырысқан. Алдымен әлсіз қарсыласына шабуыл жасап, сосын басқа күшті қарсыласының үрейін ұшырған деп те сипаттап береді. Ал Йорданның жазуы бойынша Аттила ақылмен де, қарумен де Византия империясына қауіп төндірді деп көрсеткен екен. 434 жылды ол өзінің бауыры Бледенмен бірге елді билейді. Ал 445-453 жылдар аралығында жеке билеуші деп дараланады. 441-447 жылдар аралығында Шығыс Рим империясында бірнеше рет жорық жасап, келісім жасатып, Саул сыйлықтар төлетіп отырған. 447 жылы Аттила бастаған ғұн әскерлері Константинопольге келіп жетеді. 448 жылы Византия елшісі Приск Аттила сарайында болып өз мәліметтерін қалтырған болатын. 451 жылы Галия даласындағы, яғни Каталаун аймағында Аттила бастаған ғұндардың біріккен Рим гот әскерлеріне қарсы шайқасы болады. Тарихта Каталаун қырғыны деп аталып қалатын осы халықтар шайқасы да 160 мың адам қаза тапқан екен. Ғұндарға қарсы Рим әскерін Аэций басқарады. 3 Валентинан Аттила патша кезіндегі Рим империясының императоры болады да, 452 жылы Аттила Рим империясына жорық жасап, бірінші Леонның сұрауымен контрибуция алады. Өкінішке осындай қуатты мемлекет 453 жылы Аттиланың қайтыс болуымен ғұн мемлекеті ыдырап кетеді. 2009 жылы Қазақстан ұлттық банкі Аттила атындағы монета шығарып, тарих бетіндегі еділ деген атауды қайта жаңғыртты.